Ассаламу алейкум достар, егер де сіздерде көлік болса, бұл құрал сіздерге точно керек екенін білемін. Сәлем достар, бұл Алпысбай каналы. Қазіргі заманда әрбір жанұяда кем дегенде бір көлік бар. Ескі болсын, жаңа болсын. Біздің жанұяда да жеке темір тұлпар бар. Бұл көлікті жұбайымыз екеуміз кезектесіп қолданамыз. Қолданыс барысында бір ай бұрын жұбайым фарды өшіріп кетуді ұмытып кеткен арқасында көлік оталмай шамалы қиыншылықтар көріп қалдық. Бұған қоса алдымызда қыз. Жалпы көліктегі аккумулятор жаңа, бірақ сақтанғандықтың артықтығы жоқ деп ойлаймын. Сонымен посылкаға оралайық. Посылка Қытайдан келді. Бұл Xiaomi'дің суббренді. Общем айтқанда брендтің астындағы бренд. Атауы 70 май. Каналдың аты Алпысбай болса, бұл брендтің аты 70 май. 70 майда автокөлікке арналған бірнеше аксессуарлар мен құралдар бар. Мүмкін болашақта олардың бәрін алармын. Мынау алғашқы қарлығаш десе де болады. Бұл 70 май jump стартері. Мақсаты бұған дейін айтылғандай көлік аккумулятордан оталмай қалған кезде қыздырып алу. Қорабы жалпы зақымдалмаған. Мықты. Оған қоса қатты қабы бар. Қуат беретін кабелі жеткілікті деңгейде қалың. Type-C қуаттау кабелі бар. Аккумулятордың қуат көлемі 11100 мАч. Машина оталған кезде бустерді баспаса, шығатын ток күші 250 ампер, бустермен қуат күші 600 ампер. 100%-ке батарея толған кезде көлікті 40 рет оталдыруға жетеді. Айтпақшы, батарея қуат деңгейін 4 LED шама арқылы білуге болады. Бұл батарея -20 мен +55 аралығында жұмыс жасайды деп жазылған. Дегенмен, жаз уақытында батареяны жалпы құрамында литий бар аппараттарды көлікте қалдырмаған жөн. Қосымша жарық беретін шамы фонарик бар. Өте жарық. Көлік айналасы мен капот асты қараңғы болғанда жарықтандыруға болады. Бұл батареяны толық тексеруге әлі мүмкіндік болған жоқ. Толық қолдану видеосын кейін салып Бүгінше осы. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Қосымша ақпарат, егер сіз қолсардан болсаңыз және көлігіңізбен қиыншылықтар болып жатса, хабарласыңыз, коммент тастап кетіңіз. Мен осы аппаратпен сізге машинаңызды қыздыруға келемін. Енді точно сау болыңыз. Рахмет.